Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін мен осындай өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығатын, үй жағдайында жасалынатын кекстің рецептімен бөліскім келіп отыр. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге ең алдымен 4 жұмыртқа керек. 4 жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде ақ көбік шығу керек. Осылай жақсылап миксерлеп алғаннан кейін үстіне шекерімізді саламыз. Шекерді аз-аздан саламыз, бірден салып жібермейміз. Өйткені бізде көбігі басылып қалады. Осылай аз-аздан сала отырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Кекстеріңіз жақсы әрі жақсы іссін десеңіздер, осы миксермен істеген жақсы. Одан кейін майымызды құйып аламыз. Майымызды құйып болған соң 2-3 қайтара миксерлейміз. Одан кейін айранымызды да саламыз кезекпен. Айранымызды салып болған соң тағы да миксерлеп. Одан кейін ұнымызды да жайлап саламыз. Ұнды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салыңыздар. Біреуге ұн көп кетеді, біреуге аз кетеді. Ұнымызды салып болған соң үстінен қосқышымызды да салып жібереміз. Осылай миксердің көмегімен ұнды да жақсылап кіртіктерінің барлығын кетіріп аламыз. Осылай жақсылап миксерлеп алғаннан соң бізде осындай теста шықты. Осы тестаны енді қалыпқа саламыз. Қалыпқа барлығына салып болғаннан кейін қызып тұрған 180 градусқа 5-10 минутта пісіріп аламыз. Бізде осындай керемет кекс шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.